Маңғыстау сені тастап кеткеннен соң. Күріш аға, сіздің өмірбаяныңызбен танысып отырсақ, Ақтөбенің сауда техникумын, одан кейін Ленинградтың жоғары сауда мектебін және Алматы қаласындағы Халық шаруашылығы институтының экономика факультетін бітірген екенсіз. Мұның барлығы есеп-қисаптың айналасындағы салалар, ал өнер жолындағы алғашқы бағытыңыз туралы әңгімені бастасақ. Өнер жолы енді бізбен анамыздың сүтімен, әкеміздің тәрбиесімен біткен зат деп айтуға болады. Себебі біз сондай семьяда өстік. Әкеміз жеті ағайынды болған азамат, жетеуі де домбыра тартатын, өлең айтатын болған. Шешеміз де ән құмар, әнді айтып кейбір бала күнімізден бастап былай далада жүріп, үйдің қызметін жасап жүрсе де жайлап аңғалдап ән айтып, біздің адайдың ескі әндерінің бәрін құлағымызға балаңымыздан сіңе берген зат. Сондықтан болу керек. Жасымыздан бастап бізде үйімізде қонақ келіп жатса, әкеміз өлең айтады, басқа домбырашылар домбыра тартады. Солардың тәрбиесін көріп өскендіктен болу керек. Өнерге әуес болдық. Талай таңды тыңдап, әнші үйге жиналған жыршыларды, күйшілерді, мысал үшін Сәттіғұл, Шамығұл, мынау Сержанның үлкен ағасы Ғалым, соларды көре өстік. Сондықтан да енді біз бала күнімізден мектеп сахнасына шығып, мектепте көркем үйірмелерге қатынасып, солай тәрбиеленіп өстік. Сондықтан болу керек. Осы халық шаруашылығында қызмет жасап, өнердің соңына түспегенмен, өнерден де ажырасқан жеріміз жоқ. Өмір бойы соны жаңағы отырған жиындарда, болмаса аудан аралық, қала аралық, облыс аралық, республикалық байқаулардың бәріне қатынасып жүрміз. Ақыл сұрап, тәрбие сұрап беретін жастар болып жатса, әншілер болып жатса, өнерімізді аяп бұлданып қалып жатқан жоқпыз. Колледжге де барып, ән мектебіне де барып, қатынасып, сұрақтарына жауап беріп, телефонмен болмаса үйіңе келіп сұрайтын болса да, бар уақытта қолымыздан келген ақылымызды айтып, қол боштауымызды жасап жатамыз. Әрине, енді осы өнер саласында жүргендіктен жалпы осы әншілік дәстүрден де молынан хабардарсыз ғой. Қазақтың сол дәстүрлі ән мектебі бесеу деп жатады. Ал сол барлық өңірдің мақамын жетік меңгеру мүмкін бе бір әншіге? Ол сол түрлі аймақтың табиғи құбылыстары сияқты өзінің ерекшеліктері болады ғой. Сол қалай бір адамның бойына бітуі? Бір адамның бойына ол барлық өнер қатар бітеді деп айта беруге болмайды. Біз көрген өзіміздің азғандай ғұмырымыз ішінде көрген неміз, тәрбиеміз көрген көзімізбен бәрі Ғарекең, жақында 100 жылдық өтейін деп отырған Ғариполла Құрманғалиев. Сол кісі Арқаның әнінде, Ұлы жүздің әнінде, Кіші жүздің әндерінде, ән мектептеріне өзінің мақамымен салатты, бірақ солардан артық орындамаса кем орындамайтын еді. Біздер мысал үшін қанша әнші болсақ та орта жүздің керемет әндерімен, Ұлы жүздің мақамын бөлек әндерін айтып салмаймыз. Мысал үшін жер мектебі, терме мектептер дейтіндер бар. Терме мектебі Қазақстанда, жер мектептері Қызылорда мен Маңғыстауда басымырақ. Басқа жерлерде олар көп насихатталмаған. Мысал үшін қызылордалық мақамдар мен Маңғыстау мақамдары екі түрлі келеді. Қайырмалары, орындау шеберліктері, оны мынау төмен екен, мынау жоғары екен деп бағалайтындай бізде жағдай жоқ. Себебі ол жердің мәнінің толық Қызылорданың мақамдарын біз түгел жатқа білмейміз. Сондықтан да әр жердің табиғатына байланысты, әр жердің өмір сүру ортасына байланысты. Мысалы даланың айқай әндері, мына біздің батыстың бір өлең шумағында бар ғой әлгі, бір ақындардың әнінде құйқасын шымырлатқан паң даланың даусыңды ести қалсам таң қаламын. Япырмай ести алмай жүрміз әлі қайдағы бала күнгі арман әнің деп. Сол сияқты жаңағы мына табиғаты қаталдау жердің әнінің айқайды мұлырақ болатын ау сияқты. Себебі құйқасын шымырлатқан паң даланың дейді. Жаңа бас сөзінде. Сол паң дала, сол айқайды сондай талап өтеді. Ғарекеңдердей мыңнан біреу талғап шықпаса, қазіргі кезде жастарға оны дәріс қылып оқытқанымен, бірақ бұл өнерпазды жоғалтуға әкеліп соғады деушілер де бар. Жоғалтады деп айтуға болмайды. Өнерпаз тола бойына өнерді жинаған сайын оның тынысы ашыла береді.
қай жерде болмасын, ол кісі өзінің жаңа қырымен сырымен көрінеді. Мысалы үшін батыстың әнін, шығыстың әнін орындаушы батыстың әншілері келістірілмеді деп айтуға болмайды деп отқан себебі жаңа Қарекеңнің бізге мысалы ғой келіп отқан. Бірақ ол жақтың да әншілерінің орындайтын жақсы, Қарекең әндерін орындайтын жақсы әншілер бар Алматыда. Сол жердің ұлы жүздің жігіттері Соқалада өсіп, сол жерде өскен жігіттер, тамаша әншілер. Оларды кем деп айтуға болмайды. Бірақ күнделікті тәлім тәрбие алып тыңдап, қайталап отырмағаннан кейін көмескілене береді кішкене, ескіре береді олар. Өзінің туған жеріндегі, өзінің табиғатындағы естілетін, орындалатын әндердей болмайды. Жеті қайқының әндерін, өздерінің өнерін насихаттап келе жатырсыз өмір бойы. Менің ойымша осы біз жеті қайқы деп жалпылама атай саламыз да, олардың әрқайсысын жеке-жеке өз деңгейінде тани алмай келе жатырмыз деп айтсам қате болмас. Бұл өте күрделі сауал болуы мүмкін, бірақ біз айтпасақ кім айтады дегендей өзіңізден сұрайық. Сол жеті қайқының бір-бірінің ерекшелігі, тіпті үндестігі, жалпы өнер жолы туралы кеңірек тоқталып өтсеңіз, нақты үзік әндерінен мысал келтіріп те. Енді жеті қайқы шындығында да әрбір жетеуінің өзі әрбір бұлай қарағанда төбе биік. Ал жеті қайқының әндерінің ішінде нағыз жаңағы шырқай салатын әндер Тастемірдің әндері, Шолтаманның әндері. Мысалсын, кәдімгі биікке көтеріліп, мына екеуі мінеміз тал кемеге деп салатын Шолтаман әні бар ғой. Екеуі қалай сиямыз тар немеге деп. Сол қандай нотамен басталатын, қандай шырқаумен басталатынын білесіңдер. Тастемірдің алғы Маңғыстауды сағынып шығарған Маңғыстау әндері. Мысалы қандай биікте оралады. Досаттың әндері мысал үшін қандай лирикамен сағынышқа толы. Бос мойындары. Бос мойынның шығу тарихын мысал үшін әркім әртүрлі айтады. Бұлай өрік, бұлай өрік. Бос мойын мысал үшін біреудің жасанды псевдонимі айтып оршайды қанақта. Соған сәлем айтып жүрген ғой. Бір жылы барып Көкжар жәрмеңкесінде ойылда болатын. Сол яғын байлармен, билермен бірге барып, әрбір ру өз үй төгіп, үй жалдап, жәрмеңке ұйымдастырып, жәрмеңкеде болып, соның қасында әншілерде, жыршыларда, палуанда, күйшілерде, алтын қабақ ататында, жақсы шабатын ат бәйгісте бәрде аттарды болып, солай демалып қайтады. Жәрмеңке дейтін ол бір сауық орны ғой, бұлай қарақта жазда өтеді. Сол бір жылы сол үйде қызмет жасап жүрген жаңағы киіз үй тігіп барған елдің, біздің түбектің ақсақалдарына күтетін әйел, мұна жақсы көрісіп қалған адам, келесі жылы тағы да кездесерміз жәрмеңкеде уәде беріп кетіп, келесі жылы елде тойма ас болатын болып, досат бара алмай қалатын болып, содан біреу арқылы айтып жүрген сәлемі ғой бос мойын. Соны сағыныш, наз, сондай ма келісімділік бар. Енді біздің тағы бір мақтанышпен айтатын өнерпазымыз, жан-жақты сал-сері Қайып Қорабайлы ғой. Өткен жылы Илья Жақанов ағамызбен бірге Ақбөбек Қайып оқиғасы өткен жерлерге, Құландысай жаққа, сосын Қайыптың туған жері Қорабай жидесіне барып, Жарқұдықтағы хабар түсіріп келгенбіз. Сол жылы Ақтауда Жаңаөзенде Қайыптың әндеріне байланысты кештерде өтті. Оған өзіңіз де қатысыңыз. Сонда жаңа Бейнеу жақта жүргенде қайыңдыдан ән салдым құлап тұрып деп айтылып жүрген осы уақытқа дейін әнді бұдан былай енді Құландыдан ән салдым деп бастайық деп ұсыныс айтылды. Және солай орындалды да. Сіз бұл жөнінде не дейсіз? Бұл енді дұрыс емес. Мына жердің атауын білмейтіндіктерден. Қайыңды дейтін құдық күні бүгінге дейін бар. Мына үстірттен құлап келе жатқан ақтан Манатаның биігі бар ғой, құлайтын жол. Манатаның биігінің оң жақ бұрышында ескі құлайтын жолдың ізі жатыр. Кәдімгі трасс жасап тастаған ғой енді. Бұны сол трассының бұра бересінде әдемі тұщы сулы құдық бар. Соның басында ертеде жаңғыз қайың өсіп тұрады екен. Біздің марқұм әкелеріміздің ағалары, жаңа үлкен кісілер, Шамақұлдар, басқалар айтып отыратын. Сол қайыңды дейтін құдық жаңғыз қайың өсіп тұрады екен. Енді біздің ұрпақ қайыңды көп бағаламайды ғой, құртуға дайындаған болу керек. Сол қайыңы жоқ та, бірақ қайыңның құдығы күні бүгінге дейін мал суарылып, сөзін ағып жатыр. Сондықтан жергілікті жерді білмейтін. Құландысай дейтін Бейнеудің ар жағындағы терең сай, онда құлайтын дұрыс жолда жоқ. Жарық дейтін жерде соның қыстауы болған. Шешесі мен әкесімен сол жерде отырған жері қыстауы.
сосын жазда келіп бері қарай елге келатқан ақты Маңғыстау маңында кетіктің жәрмеңкесі бар, басқалар бар. Үстірттен шығып келіп, түнімен сәуір салып отырып жүріп, жаңағы қайыңдыға келіп, түн таудан бір қабат түсетті. Сол таңертең атын суарып, өзі жуынып, жайынып, бері қарай түстік жерге дейін, анау ешек қырған дейін, 25 км боздақ дейін сулар соған дейін жетіп қалу үшін ертелі тұрып ән салады ғой. Қайыңды как раз сол жаңа биікте, тек таудан бір қабат құлай берген жерді. Содан ән салған дауыстары, досаттың, қайыптардың дауыстары, мысалы ойда отырған елдерге, жаңа ешек қырған боздақтағы суладағы отырған ауылдарға жетеді. Сол ауылдың қыз-келіншектер тезектерген болып, бір-бір қаптар қалап алып, алдына жүгіре жортып отырып, тезектеріп, алдынан кім бірінші шықса, сол досат еліне түсіріп, бір-екі күн сол ауылда жатып ән салып, халықты көңілдендіріп, бүдіріктіріп кететін еді. Халық та жадырап қалады. Әнші де сағынып қалатқан әнін орындап халыққа жетіп, бір көңілденіп қайтады ары қарай еліне жүріп. Бұл да жаңа өзіңіз айтқандай маңдаланың қасиетінен бойға біткен дарын ғой. Жаңағыдай бұрмалаушылық болады, я болмаса әдейі түзетулер болады, кейінгі осылай өзгере береді ғой. Ал ән мәтіндерінде кездесетін қателер жаңа сөзіне көп аса мән беріле бермеуі мүмкін. Сол кезде осыған байланысты айтылатын сындарда ел ішінде жиі кездесіп қалып жатады, бірақ одан қатты өзгеріс байқала қоймайды. Сіз өзіңіз бір кісідей алдыңғы буын аға ретінде соған өзіңіздің ықпалыңыз жүретінін сезінетін шығарсыз. Бұл мәтіндерге айтылатын сындарға құлақ түріп жүресіз, өзгертуге қалай қарайсыз? Мен бір мысалымды келтірейін. Мысал жаңа айтып отқан қайыптың әні. Қайыңдыдан ән салдым құлап тұрып, қызыл шарқат ойнадық лақтырып. Қызыл шарқат орамал ғой енді. Айтқан сөзі қалқамның естен кетпейді, үзеңгіге сүйеніп жылап тұрып дейді. Соның кейбіреулер кербестіге сүйеніп, оны кімнің кербесті мініп келатқан, кімнің бозат мініп келатқан қайдан біледі. Сондай ауытқулар бар, өзінің тілінің орамына қарай, ақыл ойының жетістігіне қарай бұрмал алып келіп кете береді. Мысалы үшін ондайларды енді құлағы салбырап отырып тыңдап үндемей кете беруге болмайды. Әннің мотиві де сол заманның өзінің ортасының сәнділігі де әртүрлі. Қыз жарғат орамал, мысалы үшін қыздар салып жүретін жарғат орамал. Үзеңгі белгілі үзеңгі. Ал кербестіге сүйеніп, атқа сүйеніп тұрса, ат осқырып теуіп кетуі мүмкін, я болмаса бұрылып соғып кетуі мүмкін. Ол ана жігіттің аяқ жағына сүйеніп тұрады ғой. Атқа сүйеніп. Сондай олқылықтар болады. Ондай олқылықтар көрінген әннің ішінде бар. Соңғы орындаушылар. Біз шамамыз келгенше жаңағы құлағымыз жеткен жерде, қайтып көрген жерде манағы айтқан әндердің ішінде кемшіліктерін айтып жүреміз. Мысалы үшін дұрыс әншілер ештеңе келмейді. Айгүл Қосанова қызымыз. Яғни біз Сәуле Жампейшева. Тіпті Маңғыстау туып өспеген адам, бірақ басың өнерінің енді ең құдіреттерінің біреуі деп айтуға болады. Солар телефонмен сұрап алып, мен жердегі сөзім қалай аға? Мен жерде нетейін деп отырайын деп талай келіп ақылдасып, айтып көрген жерде кездесіп, тыңдап сөйтіп жүр. Мысалы үшін біз жасымыз 70 келсе де, даже алдымызда болған бір жар кездесіп қалатын үлкен кішілерден күні бүгінге дейін сұрап алып отырамыз. Мысалы үшін маған көп сөздердің мотивтері мен мына сөздердің қателіктерін түзеткен Сержанның үлкен әкесі Шәкіратшал. Шәкіратшал дейтін өзі еңгезерде ұзын бойлы бір келісті адам еді. Марқұм, ай Күрішшінің халық арасында өлең айтып жүресің ғой. Мына досаттың мына жердің қайырмасың, сәл кем қайырдың. Мына жерде мына сөзін былай айтып жібердің деп досаттың әндерінің мысалы кейбіреулерін, басқа бір әндерді, мына Тастемірдің әндерінде олқы жерлерін толықтырып отыратын. Мысалы күні бүгінге дейін біз үйрететін адам болса, болмаса қателігімізді көрсететін адам болатын болса, өкпелемейміз, қуана қарсылып түзетіп отырмыз. Себебі ол біз менің шығарған зат емес, халықтың қазынасы ғой. Өзінің құндылығын, өзінің әдемілігін, өзінің сұлулығын, сол сөздің жарасымдылығын халыққа әдемі қылып қайтарып беру керек. Қайбекең марқұм Қайулла Сыдиқұлы ағамыз ізбастар аға екеуіңізге артына шәкірт ертпей жүр, олар дұрыс емес деп қынжылып кеткен көрінеді. Қазір қалай міндетті түрде дәріс оқымасаңыз да жаңа үлгісін айтып жүрген өнерпаздар бар ма артыңыздан жас еріп келе жатқан? Біздің жарысымызда жас өнерпаздардың көбін білмейміз де,
Мына әнжерге қатынасып жүрген жеткізген Сейітовпен Амандық көмек інілеріміз бар. Соларға мысалы жасаңдау кездерінде қолымыздан келгендеріміз жерлерімізді түсіндіріп айтып жүрдік. Олар да тамаша ән десе әнге, жыр термеге екеуіне де ұқсас үлкен өнер иестері болып кетті ғой, азамат болып қалыптасып. Одан кейінгі жастарға біздерде себебі музыка мектебі дейтіндер болған жоқ, күні кешеге дейін. Ал музыка мектебі пайда бола бастаған уақытта біз есейін кіріп кетіп арамыздан шақтатып алдық. Колледжде кейінгі ұрпақтардың ішінде ән айтып жүрген Рухилар болсын, мына Ерімбетова қызымыз болсын, осыларға білген жерімізде түзетулерін айтып ескертіп жүреміз. Түсінікті аға, енді бізге көрермендерімізге бір тамаша әніңізді тартып етсеңіз. Бір әнді сатып алдым ғой, құнанларға берейін оны айтып құмарларға. Ит дауыс баяғыдай ғой, аңқымайсың, жас келіп қартайған соң ғой, амал бар маңа. Амал бар маңа. Қара нар жүк тарталмайды ғой, бел кеткен соңа, сардала құлазидың ғой, ел кеткен соңа. Сүйреткен боз жорғаның ғой, шылбырындай қылаңға сөз өредің ғой, бой жеткен соңа. Бой жеткен соңа. Бәрекелді аға, салиқалы сұхбатыңызға, өнегелі әңгімеңізге рахмет. Аман жүріңіз.